Сәлем достар. Бүгінгі видео GTA 5 ойының басты кейіпкердің бірі Тревор Филлипстің анасы жайлы болады. Анасының аты жөні бізге белгісіз, ешқайда айтылмайды. Тек қана жас кезінде ол жезөкше және биші болғаны белгілі. Биші болғанын Тревордың өзі айтады стрип-клубта, ал жезөкше болғанын анасы өзі айтады. Тревордың жанұясынан анасы ғана ойында пайда болады. Анасынан бөлек әкесі болған. Треворды жиі ұрып, жек көріп жүрген екен. Және Райан деген бауыры бар. Ол GTA 5-тегі оқиғаларға дейін өліп кеткен екен. Тақырыптан алшақтамай, миссис Филлипске оралайық. Ғаламторда анасының пайда болғаны жайлы жай ғана Треворге елестегені деген ой бар. Оны кейін шешеміз. Қазір анасы шығатын тапсырмаға келейік. Бұл миссия толық ойынды өтіп, Тревор тірі қалған кезде беріледі. So, you've done well for yourself. What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me? You never visited? Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? no. Is that what this is all about? No. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were. An ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me, of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink, or a cigarette, or massaged my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I'm so sorry. There, it's okay, son. Oh, that's enough! Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money. I don't want your goddamn money. Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Dilutamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000 milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. I ain't letting you in until I get my Dilutamol. Міне, миссияны көрдік. Сіздерден сұрайын, бір түрлі ештеңе байқамадық па? Осы фрагментті қайталайық. Басында үйдің жанында Ронды көреміз. Бутылкаларға атайын деп жатқанын. Жақындасақ, ол бізге ештеңе айтпайды. Мысалы, Тревор, сенің үйіңде үлкен әйел бірнеше сағат бойы отыр. Тревордың есігі жабық, Рон кіре алмайды деген вариант болмайды. Өйткені анасы кірді ғой. Ронның ешқандай реакция бермегені қызық. Үйге кірмей тұрып, ауа райы нашар екенін көреміз. Анасымен сөйлесіп сыртқа шықсақ, күн жарқырап, жер құрғақ болып кетеді. Рон да жоғалып кетті. Көрсетілген оқиғадан кейін Тревор үйінде
бірнеше минут емес, бірнеше сағат немесе бірнеше күн болуы мүмкін. Айнала тез кеуіп кетуі мүмкін емес. Тревор үйіне кіріп, жақсылап тұрып, ішімдік ішіп, анасы көзіне елестеген сияқты. Жақсы, анасымен кездесіп, ол бізге димидамол наркотигі толы фургонда алып келуге бұйырады. Оны әкелмейінше біз үйге кіре алмаймыз. Есік жабық. Үйден анасы бізді жаман сөздермен боқтайды. Бұны былай шешеміз. Егер есікті жарып тастасақ, ол ашылады, ал дауыстар жоқ болып кетеді. Ішіне кіргенде әрине ешкім болмайды. Ойынды сақтап, осы үйден шығуға болады. Кетіп қалсақ, анасы қайтадан пайда болып, есік жабылып қалады. Жарайды, қалаға барып, кез келген емхананың алдында тұрған фургонды дәрілермен бірге айдап кетеміз. Үйге апарамыз. Келгенде мынаны көреміз. I got the meds, Mom! Mom! I got the meds! Mom! Mom! No, Mother! Егер бір түрлі нәрсе байқамасаңыздар, бірге талқылайық. Үйге кіріп, анасын таппаған Тревор айқайлап жерге құлайды. Неге анасы жоқ деген сұрақ бар. Мүмкін сыртқа шығып кетті, дүкенге кеткен шығар, қамалып отырғанша сені күтіп. Тревордың үйі жақсы болса жарайды. Бірақ Тревор ол жайлы ойламай, құлап, жылап айғайлай бастайды. Менің ойымша, Тревор анасы болмағанын түсінді. Нашадан кейін түсінде немесе елестеген шығар. Бұл қайғырған Тревордың жайын түсіндіреді. Біреу анасы Треворды тағы тастап кетті, сол үшін жылап отыр деу мүмкін. Жоқ. Біріншіден, үйде оның болмауы айқайлап жылау керегін білдірмейді. Екінші, ақылға қонбайды. Сені жақсы көретін, айтқаныңды істейтін миллиардер баласын тастап кету. Ол оған үй, көлік, қалағанын сатып беруші еді ғой. Анасы кетіп қалу мүмкін емес. Ары қарай бізді Франклинге ауыстырады. Треворға қайта ауыссақ, әлгі фургон жоқ болғанын көреміз. Және Тревор үйінде шегіп отқанын көреміз. Менің ойымша, осы шеккеннің кесірінен анасы оған елестеген. Агитатор Тревор деген миссияда ұқсас шылым шеккен. Артынан автоматпен клоундар елестеген. Егер клоунды көрсе, неге оған анасы көрінбеуі мүмкін? Фургон жоқ болғаны, Тревор оны айдап келмеген де шығар. Өйткені сол кезде Тревор үйінде шегіп жатқан. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.